Атырау мені кішкене болса да қазақша сөйлетті. Мен Атырауға келіп, негізінде бір қазақша сөйлей бастадым. Өзім туып өскен жерім Ресей болғанмен де, қанша шет елдерде тұрсақ та, біздің режиссурада қазақ тілінде оқу құралы мүлде жоқ. Енді қазір аудармалар бар, бірақ аудармалар ол жаңағы оригиналдың бір қысқартылған, өте ықшамдалған бір несі сияқты версиялар. Біздің 5 жыл бойы, одан кейін Петербург болсын, басқа жер болсын, бүкіл оқыған сабағымыз орыс тілінде болды. Бүкіл оқу құралдарымыз орыс тілінде. Солай бейімделіп кеттік, және осы мамандықты. Қазірдің өзінде құралдар өте аз. И солай 5 жыл оқып келгенде, біз мысалы ойымызды, менде бірінші келген жылдар мен қатты қиналдым. Сол үшін актерға, енді Атырау халқы енді, мен көп актерларым болды, орысша түсінбейтін актерларым болды, орысша кітап оқымайтын актерларым болды. Кейде актерларға бір задачаны түсіндіретін кезде, бірінші миым орысша ойланады, ол фильтрден тілден өтеді, тіл қазақшаға аударады, оны мен қазақша жеткізуге тырысам, ананың жауабын кері миыма орысша мен аударып аламын. Осындай бір үлкен процесстер қатты қиналатын ең басына келген кезде. Яғни менің теориямда, басқа түсіндіру манерамда барлығы орыс тіліне кетіп қалай беретін болды. Содан соң қасымда Артур пайда болды, Әлия пайда болды. Артур Яқуда, Әлия Дәулетбаевалар. Солар кішкене, солардың да әсері болар, өзімнің актерлар замандастарым әсері болар. Атырау мені қазақша сөйлетті, шынына келгенде солай.